Мәтіннің құрылымдық бөліктері. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды. Негізгі бөлікте автор айтқысы келген басты пікірін білдіреді. Мәтінді соңғы бөлік аяқтайды. Мәтіннің әрбір бөлігі азат жолдан бастап жазылады. 11-ші жаттығуды ауызша орындап көрейік. Жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін ата. Бірінші, көңілсіз суреттер. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып, қара қарындашын алды. Салған суреттері бір түрлі көңілсіз, солғын болып шықты. Демек, бірінші тақырыпша бірінші бөлімге сәйкес келеді. Жан біткен суреттер бөлімі. Бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштарды алды. Аспанды қара бұлт торлады, шатыр-шұтыр сары найзағай ойнады. Аспаннан көк тамшылар төпеп берді. Жерде ақ түсті шалшық сулар пайда болды. Демек, екінші тақырыпша екінші бөлімге сәйкес келеді. Балалар, мәтінде неше бөлік бар? Олар мәтіннің қай бөліктері? Қай бөлік берілмеген? Анықтап көрейік. Мәтінде екі бөлік бар. Олар мәтіннің басы және негізгі бөлімі. Мәтіннің соңғы бөлігі берілмеген. Мәтіннің соңғы бөлігін өзің тауып айтып көр. 10-шы тапсырманы жазбаша орындаймыз. Құмырсқа мен қарақоңыз мысалын түсініп оқыңдар. Және бұл тапсырмадағы мәтіннің басын, негізгі бөлігін және соңын тап. Суреті берілген бөлікті көшіріп жаз. 12-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, мәтінді қайта құрастыр. Құрастырылған мәтініңе ат қой. Мәтіннің соңғы бөлігін дәптеріңе көшіріп жаз. Балалар, бүгінгі тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды.